Сіз Құдайдың бар екендігіне сенесіз бе? Сіз киелі кітаптың шынайы екендігіне, Исаның Мәсіх екендігіне сенесіз бе? Мен сенем. Сіз, Джош, осындай сенімнің кем дегенде бір себебін айтыңызшы дерсіз. Жарайды. Елші Паулға айналған Тарстық Саулдың оқиғасына назар аударайық. Бұл жазбаның шынайы екендігінің ең ұлы дәлелдерінің бірі. Алдымен қысқаша кіріспені тыңдаңыздар. Тарстық Саул, оның яһудилік есімі. Ал Паул немесе елші Паул, мәсіхшілік есімі. Ол айрықша еврей жетекшісі. Оның ұстазы Гамалиел болған. Гамалиел Бабылда дүниеге келген ұлы яһуди ғалымы Галилейдің немересі болған. Саул сол кездегі әлемдік зиялылық орталығы болған Тарста білім алды. Ол Исаның жалған мәсіх екендігіне сенімді болды. Ол мәсіхті жек көрді және қаладан қалаға көшуге рұқсат алды. Сондағы мақсаты өз қолымен мәсіхшілерді түрмеге отырғызып, соларға қарсы дауыс беру болды. Ол мәсіхшілерді жек көрді, өйткені ол олардың Иса Мәсіхтің жүзінде жалған мәсіхті уағыздап жүр деп есептеді. Алайда бір күні Саулмен бірдеңе болды. Ол Дамаскіге жол жүріп бара жатты. Мәсіхшілерді тағы да қудалап, түрмеге отырғызып, оларға қарсы дауыс беру мақсатында. Бірақ сол қалаға бара жатқан жолында елшілердің істері кітабының 9-шы тарау 3-6 аятында былай деп жазылған оқиға орын алды. Осы ниетпен кетіп бара жатып, Дамаскіге жақындап қалғанда, оған көктен түскен жарық нұр кенеттен сәулесін төгіп жіберді. Саул жерге құлап түсіп, «Саул, Саул, неге мені қудалайсың?» деген дауысты естіді. Саул, «Сен кімсің, ием?» деп сұрады. Ол, «Мен сен қудалап жүрген Исамын. Орныңнан тұр да қалаға бар. Не істеуге тиіс екенің саған сол жерде айтылады» деді. Саулмен бір нәрсе болды. Онымен болған бір нәрсе оның толық өмірін күрт өзгертті. Жазба оның көзі соқыр боп қалғанын айтады. Дамаскіге әкелініп, сол жерде Құдайдың бір адамға сөзін арнап, Саулға бар дегеніне дейін сол жерде күтті. Ол адам бірден қарсылық білдіріп, бірақ Анани, «Уа ем, мен талайлардан осы кісінің Иерусалимде саған бағышталған адамдарыңа соншама көп жамандық істегені туралы хабар алдым» деді. Бірақ Құдай оған, «Бар сонда, немесе жұмыстан шықтың» деп есептей бер деді. Сонда жазылғандай Саулға келіп, оған қолын қойды. Өзіңізге осы бейнені елестете аласыз ба? Қалай болғанда да бұл мәсіхшіні қорқыныш биледі. Тек Құдайға деген мойынсұнушылықтан өзін өлтіріп қоюы мүмкін адамға барды. Солай ол Құдайға мойынсұнып өзінің жауына келді. Оған қолын қойып, «Бауырым Саул» деді. Киелі кітап бойынша Саулдың көзі ашылып, мәсіхке сенді. Ақырында бүткіл әлем бойынша ол жайында уағыз айтуға аттанды. Бұл жерде ерекше не бар? Келесі бейне үзіндіде сіздерге Саулдың сенімге келуінің нәтижесінде не болғаны жайында айтам. Және оны естігеннен кейін сіз міндетті түрде басқа біреулермен бөліскіңіз келеді.